Қалайсыздар достар? Бүгін сіздермен әйелдерге арналған сырт киімдерді таңдауды үйрететін боламын. Себебі маған бір оқырманым жазды, сырт киімдерді таңдауды үйретіңізші деп. Енді әйелдердікін көрсететін боламын. Төбеге жазасыздар cardigan for women деп. Сол жерде күзде, көктемде киетін киімдер шығады. Оны қыста да кисеңіз болады, қатты суық болмайтын болса. Не әртүрлі шығады. Безрукавкалар шығады. Солай іздесеңіздер болады. Не әртүрлісі бар. Жастарға, жас үлкен әйелдерге, әжелерге де бар. Солардың ішінен таңдай бересіздер. Мен төбеде көрсетейін. Мысалы, мынаны көрсетейін. Ол кардиган қалың екен. Түрлі түстері бар. Қалағаныңызды 5XL-ға дейін алсаңыздар болады. Кейін көріп шығасыздар осы магазинін. Мысалы, магазині негізі жаңадан ашылған екен. Оны қайдан білдім? Мына жеріне жазылған 55-ін ғана сатқан екен. Енді жұлдызы жоқ екен. Енді біз осы жерін басып тұрамыз. Басқасын іздеп көреміз. Не басқалар шықты. Қарайсыздар, сенімді магазиндерге қарайсыздар. Мысалы, мына жерінде 7-ін ғана сатқан. Мына бірі 1553. Енді осы біреуін ашып көреміз. Не 4,5 екен. Уже сатқан адам бұл. Отзывтары бар екен. Соларға қарайсыздар, заказ беріп жатқанда. Мысалы, мынау онша емес екен. Суреттегі сияқты емес, қараңыздар. Сол үшін қараңыздар деп айтам мен. Мысалы, суретте ондай емес. Отзывтарына қарап кейін заказ бересіздер. Егер отзывтарында суреттері әдемі болмаса, осы сататын затпен бірдей болмаса, заказ бермеңіздер. Жақсы болып келмейді качествосы. Енді мына жерде 100% оригинал екен. Осындай белгі бар. Мынандай белгі бар. Қарайсыздар, мен 100% оригинал дегеніміз. Осыны көріп шығайық. Не қараңыздар. Енді бұл жерде қандай болса сондай істелінген. Мысалы, қандай сатып жатыр олар. Өрілген ба? Өрілген. 100% оригиналдарға сенуге болады. Әдемі болып келеді, качестволары бәрі. Мысалы, осылардың ішінен басқасын ашып көреміз. Ашып көрейін. Бұл да 100% оригинал. Мен суреттерге қараймыз. Ерінбеңіздер. Тағы да айтам. Себебі, мысалы, басқаша беріп қоятын болсаңыз, ақшаңыз күйеді бекерге. Оны қайтадан отправка жасай алмайсыз. Себебі бізде карголардың бәрі, Қазақстанға келетін карголардың бәрі әкеп береді, қайттан апарып бермейді. Сол үшін заказ бергенде качествосын жақсы таңдап заказ беріңіздер. Мысалы, мынау ешкі жүнінен жасалған екен. Бұл оригинал болғандықтан заказ берсеңіздер болады. Негізі сырт киімді, осындай киімдерді мен оригиналдарынан заказ берем. Себебі мен заказ беріп көргем. Качествосы жақсы болып келмеген. Суреттерде жақсы еді негізі. Жақсы болып келмеді. Сол үшін оригиналдарын беретін болдым мен. Сол үшін сіздерге де айтам. Бұндай заттарды заказ беретін болсаңыздар, оригиналдан бере беріңіздер. Ақшаңыз күймейді. Качествосы күшті болып келеді. Не мынандайлар бар. Осыларды көрсеңіздер болады. Жас қыздарға, оқуға киюге әдемі болады. Качествосы күшті екен. Заказ берсеңіздер болады.
Міне астына түссеңіздер, олардың басқаша түрлері де бар. Маламеркі екен, себебі 2XL-ға дейін ғана. Міне ағын таңдаймыз, 2XL. Енді жүрекшеге басып қоямыз. Ұнағандарын бәрін сөйтіп жинап, бірге заказ берсеңіздер болады. Мысалы, мыналар 100% оригинал екен. Көзге арналған сырт киім. Жастарда кисе болады. Оны именно кәрі адамдар емес, жастарда кисе болады бұны. Качествосы күшті болып келген екен, қараңыздар. 100% болғандықтан заказ бере берсеңіздер болады, қорықпай. Мен мына бірін таңдайын. Белгілеп қоям. Тағы басқаларын көрейік. Осындайларын көрейік. Бұл абайя болып саналады. Міне абайя. Качествосы жақсы болып көрініп тұр. Осыларды заказ берсеңіздер болады. Бұл да сырт киім саналады. Мысалы, маған мынау ұнады. Бұл 40 килограммнан 100 килограммға дейін кисе болады. Келе береді бәріне. Өзі свободный болып тұрады. Мына жерде басқаша түрлері де бар. Енді қазір безрукавкаларды көрейік. Ол да сырт киім саналады. Мынандайлармен алсаңыздар болады. Осындай 5 жұлдызды екен. Сенімді магазин саналады. Міне астына түссеңіздер, оның басқаша түрлері бар. Сіздерге ұнаған болса, соларды заказ берсеңіздер болады. Ағын деп айтам. 5 түрлі түсі бар екен. 2XL деп жазам. Сонда 65 килограмм мен 75 килограммның арасы болады. Сіз одан аз болатын болсаңыз, кішкентайларын заказ бере бересіздер. Бұлар үлкендеу болып келеді, большемерка болып жүреді бұл. Мен өзіме куртка заказ жасағам. Үлкендеу болып жүреді екен олар. Жүрекшеге басып қоямыз. Күзге күшті болады бұлар. Не, осындайлар бар. Осындайларды көрейік. Енді бұны отзывын көрмесек болмайды. Себебі ондай болмай келуі мүмкін. Сол үшін отзывын көресіздер, отзывтарын. Не, осындай екен. Негізі әдемі екен. Енді қытайлықтар бізге қарағанда бойлары онша ұзын емес. Сол үшін сіздерге сәл кішкентай болып қалуы мүмкін. Сәл үлкендеуін заказ бере бересіздер. Бойыңыз ұзын болатын болса. Мысалы, мына ұнады маған, 3XL деп берем. Егер кішкентайын беретін болсаңыздар, кішкентай болып қалуы мүмкін сіздерге. Міне астына түссеңіздер, басқаша түрлері де бар екен. Міне мынандай бар екен. Осыны көрейік. Мысалы, жұмыс істейтіндерге күшті болады осындай. Мысалы, қазір күз келеді, сол кезде кисе болады. 100% оригинал. Мына жеріне жазылған 100% оригинал деп. Милли Мулли деген бренд екен бұл. Бұның качествосы күшті болып келеді. Сөйтіп заказ бересіздер. Мысалы, сіздер 70 килограмм болатын болсаңыздар, 3XL-ді бере бересіздер. Егер 50 килограмм болатын болсаңыздар, L-ді бересіздер. Мына L-ді бересіздер. Жүрекшеге апарып қоямыз. Отзывтарын бір көрейік. Не, качествосы күшті. Ұзын емес, өз сөйтіп тұрады. Сіздерге сәл ұзыны керек болса, басқасын іздейсіздер.
міне астында басқаша түрлері шығып тұр. Видео ұнаған болса лайк басып подписка жасап қойыңыздар.